Үшінші акушерлік апта өз алдына үлкен маңызға ие. Сәлем болашақ аналар, біз бүгін үшінші апта туралы барлығын айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Жүктіліктің үшінші аптасында құрсақ белсенді түрде дамиды. Бұл кезде ұрықталған жұмыртқа клеткасы бөлінеді де, кейде егіз, кейде үшеу болады. Бұл кез ұрықтың бірінші өмірі болып саналады. Зигота жатырдың түтікшесіне түскенімен, оның қабырғаларына әлі бекімеген кезі және ақырындап жатырға жылжиды. Жаратылыстың бейкүнә тұлғасы белоктан қоректене отырып энергия алады. Олар жатыр түтікшелерінен темір болып бөлінеді. Осыдан кейін зигота жатырға түседі. Ол эндометрияға батады. Бұл имплантация деп аталады. Міне, осыдан бастап құрсақ пен ана организмі арасында байланыс басталады. Жатырда ұрықтық жұмыртқа қалай сулы қабатқа енетіні солай, ол эмбрион болады. Эмбрионның үлкендігі бұл кезде 0,15 мм. Бірақ осы өлшемге қарамастан баланың жынысы анықталған. Эмбрионның айналасына сыртқы бөлшектері қалыптасады. Олар көпіршік, сырт аймағы және кіндігі. Ұрықтың сыртқы қабатының өзі ұрықтанған бір жұмыртқадан қалыптасып шыққан бөлшек. Сондықтан ол да генетикалық материал болып саналады. Осы сыртқы материалды зерттей отырып, нәрестенің жынысын анықтауға болады. Сонымен қатар, нәрестенің дамуы мен тұқым қуалаушылық жағдайларын анықтауға да болады. Мұндай зерттеу түрін амниосинтез деп аталады. Нәресте мен ананың арасында байланыс орнағанда қандай да болмасын дәрі-дәрмек екеуіне де бірдей әсер етеді. Сондықтан дәрі-дәрмек қолданбастан бұрын алдын ала дәрігермен кеңесіп алу қажет. Жүктіліктің үшінші аптасында алғашқы белгілері, яғни жүктіліктің белгілері байқалады. Ол ауырлық пен кеуденің, емшектің тым ерекшелігін сезіну, шаршаудың жоғарылауы, дәретханаға жиі баруы, иістерге жағымсыздық әсерлер, тәбеттің жоғарылығы, дене ыстығының 37 градусқа көтерілуі, қобалжулық, жүрек айну, қоңырқай түсті кішкене қан бөлінуі. Бұл ұрықтың жатырға орналасып үйренісуі басталған кез болып табылады. Одан бөлек, көп аналарда кездесетін жүрек айну, құсу, бас айналу, әлсіздік, майлы, қуырылған, барлық тағамдардың иістерін ұнатпау, тіпті су сабындарын иісін де ұнатпау, сөйлеген адамдардың сөзін жақтырмау. Сонымен қатар, жүктіліктің алғашқы белгілеріне кеуін немесе басқа ата-енесін ұнатпау, жақтырмау, адамдарға дөрекі сөйлеу, түрлі көңіл-күй эмоциялармен білінетін жүктілік белгілері болып табылады. Егер сізде осы айтылған белгілердің бірнешеуі болса, сіз жүктісіз. Бұдан бөлек сіз жүктілікке арналған тестті пайдаланасыз. Мұнда 2 сызық көрінсе, әрине сіз жүктісіз. Бұдан бөлек ХГЧ гормонын тапсырса да болады. Жүкті әйелдің тамақтануында көкөністер мен жеміс-жидектер өте көп болу қажет. Жүктіліктің алғашқы апталарында витаминдер, минералдар, поливитамин, мультивитаминдер жүкті аналар ішу қажет болып табылады. Уақытылы дұрыс ұйықтау, дұрыс тамақтану, құнарлы, уақытылы ішіп тұру. Сіздермен болған доктор Нұрлаева.